Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз процентке берілген күрделі есептерді шығарамыз. Яғни 50 мен 55-ші есептердің аралығындағы 6 есепті сіздермен бірге шығаратын боламыз. Енді жалпы процент дегеніміз не? Санның процентін қалай табу керек? Проценті бойынша санды қалай табу керек? Ол сіздерге белгілі. Енді біз осыған дейінгі білімімізді күрделі есептерді шығаруда қолданамыз. Ең алдымен 50-ші есеп құны 7200 теңге тұратын көйлек алғашқыда 5%-ға қымбаттады, одан кейін 5%-ға арзандады. Көйлектің соңғы бағасы қандай болды дейді. Енді сіздер 7200-дің 5%-ға қымбаттатып, яғни 105%-ын тауып, одан кейін оны қайтадан 95%-ын тапсаңыздар да болады, бірақ мен төте жолын көрсетейін сіздерге. Так, 50. Ол алғашқыда 5%-ға қымбаттаған, яғни өсті, сосын 5%-ға арзандады. Енді 5%-ға өскен кезде ол алғашқыда 100% еді ғой, 105% болды. 5%-ға төмендегенде ол 95% болып қалды. Міне, біздің нақты есептің шарты бойынша біз осы нәрсені түсінуіміз керек. Егер қымбаттады десе, 100-ге қосылады ол, арзандады десе, 100-ден азайтылады. Енді осы пайыздарды біз ондық бөлшек түрінде жазып аламыз. 105% ол 1,5. Оны көбейтеміз 95%-ға. 95%-ымыз ол 0,95. Енді екеуін көбейтсек, бізде шығады 0,975 шығады. Бұл санымызды қайтадан пайызға айналдырамыз. Пайызға айналдырсақ, 99,75% шығады. Енді қараңыздар, ол 7200 теңге кезінде 100% болды. Сөйтті да ол 5%-ға қымбаттады, 5%-ға арзандады, нәтижесінде ол 99,75% болып қалды. Пайыздың астына пайыз жазылатын білеміз, пропорция жазып жатырмыз қазір. Пропорция арқылы шешеміз. X-тен 7200-ді көбейтеміз 99,75-ке, оны 100-ге бөлеміз. Нөлдер қысқарады. Демек 72-ні 99,75-ке көбейту керек. Так, көбейтсек 0, яғни 7182 шығады екен. В жауабы. Так, сіздерге түсінікті болса, келесі есепті көрейік. Келесі есеп бізде 51. Бұл жерде оқулықта қате кеткен, мына жерде 300 мың деп жазып қойыпты. Меніңше бұл 3 миллион болса керек. Өйткені депозитке салынған 3 миллион теңге бір айдан соң 3,120,000 теңге болды дейді. Салым неше пайызға өсті? Көрейік, 3 миллион ақшамыз біздің ол 100%. Әрине, ол 3,120,000 болса, демек ол артты ғой. Так, көп жаз жердің ба? 1,0 артық жаз жердің. Дұрыс. X% дейміз. X-ті табатын болсақ, тағы да пропорция. Мұнда бізде 3,120,000
Оны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 3 миллионға. Мына 4 нөлмен 4 нөл қысқарады, 2 нөлмен 2 нөл қысқарады. 312-ні 3-ке бөлім керек. Так, 312-ні 3-ке бөлетін болсам, 104 пайыз шығады. Демек, ол неше пайызға артты? Әрине 4 пайызға артты, я? 104-тен 100 пайызымызды тастаймыз. Сонда 4 пайызға өскен екен. Жақсы. Енді келесі есеп. 52. 52-ші есепте 50 пайыздық ерітінді алу үшін 30 грамм 15 пайыздық ерітіндіге неше грамм 75 пайыз ерітінді қосу керек дейді. Енді қараңыздар балалар, ерітінді туралы есепте жалпы біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз мысалға шайдың құрамында біз шайға жаңа қантты қосатын болсақ, ол еріп екі қоспадан ерітінді пайда болады, яғни шай мен қанттың қоспасы. Тура сол сияқты су мен тұздың қоспасы. Сол сияқты ерітінділер болуы мүмкін. Енді бұл жерде 30 грамм 15 пайыздық ерітіндіге қандай да бір ерітінді дейін, ерітінді деп есептейін. Бұл бізде 30 грамм. Осының ішінде ерітінді 15 пайыздық. Бұл деген сөз 15 пайыздық бір қоспа бар деген сөз ғой енді. Енді осыған 75 пайыздық қандай да бір қоспаны қосады. Қанша грамм қоспа екен білмеймін. Сол үшін X деп қоямын оны. Сонда 50 пайыздық ерітінді алынды дейді. 50 пайыздық ерітінді алынды. Жалпы грамм қанша болды бізде? 30 қосу X болды. Енді қараңыздар. Біз жалпы пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде есептеп алғанымыз бізге пайда. Өйткені есепті тез және түсінікті шығаруымыз үшін бұл нәрсе бізге аса қажет. Мысалға, 30 граммның ішінде 15 пайыз ерітінді бар болса, демек ол біз ең алдымен 15 пайызды ондық бөлшек түрінде жазып аламыз. 75 пайызымыз және 50 пайызымыз ол 0,5. Енді 30 граммымыздың ішінде 0,15 не бар? Ерітінді бар. Қосу X-тің ішінде 0,75 ерітінді бар. Және 30 қосу X-тің ішінде 0,15 ерітінді бар. Міне, осы теңдеуді шешсек жетіп жатыр. 30-ны 0,15-ге көбейтеміз. Так, шығады 4,15. Қосу 0,175 X-тің өзін жасамын. Тең 30 0,15-ге 15 қосу 0,15 X. Енді теңдеуді шешетін болсам, осы жерден 0,25 X тең 10-5 болады. X тең 10-5-ті 0,125-ге бөлетін болсам 42 екен. Демек, X-іміз 42-ге тең екен. С жауабы. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсініксіз болып жатса, комментарийде сіздердің сұрақтарыңызды күтетін боламын. Енді 53-ші есепке тоқталайық. 53 салмағы 800 грамм болатын 10 пайыздық тұзды судың тұздылығын
25% ету үшін оған тұз қосу керек, иә? Қанша тұз қосу керек дейді. Демек, бұл жерде де ерітінді қандай да бір 800 грамм. Ол тұздылығы 10% екен. Осыған тұзды судың тұздылығын 25% ету үшін оған тұз қосу керек дейді. Яғни мен оған тұз қосамын, тұздың салмағын білмеймін. Тек қана тұз бұл жерде, яғни ол жерде тұзды су емес, тек қана тұз. Демек, оның салмағы X болады да, оның пайызы 100 болып тұра береді. Осыны қосқан кезімде менде концентрация, яғни ерітіндім 800 қосу X болады, ал пайызым 25% болады. Астында жазылып тұрған пайыздың бәрін мен неге айналдырып аламын? Ондық бөлшекке айналдырып аламын. 0,1, 1 және 0,125. Енді қараңыздар. Осы жерде 800-ді 0,1-ге көбейтемін. X-ті 1-ге көбейтемін. Және 800 қосу X-ті көбейтемін. 0,125, 4-тен 1, осы түрде жаза берейін. Сонда 80 қосу X тең 200 қосу 4-тен 1 X. Теңдеуді шешетін болсақ, 4-тен 3 X тең 160, жоқ 120. 120. 200-ден 80 азайтам ғой. Сонда X табатын болсақ, біз 120-ны бөлеміз 4-тен 3-ке, яғни 120-ны 3-тен 4-ке көбейтеміз. Нәтижесіне 160 шығады. X-тен бізде 160 екен. А жауабы. Міне осы есепті де жазып алыңыздар. Енді 54-ші есеп. 54-ші есепте Назерге алқасында 49 көк және 1 қызыл моншақ бар деді. Алқадағы көк моншақтардың саны 90% болу керек дейді. Демек, олардың нешеуін алып тастау керектігін табыңыз дейді. Бізде 50 моншақ бар, бірақ оның ішіне 49-ы көк моншақ, сол 49-ымыз 90%-ға түсіру керек болып тұр ғой. Демек, бір моншағым менің 10% құрап тұр, қызыл моншағым. Ал көк моншақ ол 90% болу керек. X деп қойын. X көк моншақ сонда қанша? 9 штук қой. Иә? 1 мен 90-ды көбейтіп, оны 10-ға бөлесіз. Енді осы жерден 49-дан 9 моншақ менде қалады. Нешеуін алып тастау керек деді 49-дан. Сонда менде 40 моншақты мен алып тастауым қажет екен. С жауабы. 55-ші есепте дәл осылай, оны өздеріңіз шешіп, комментарийге жауабын жаза кетіңіздер. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийде күтемін. Сау болыңыздар.